Дәмханадағыдай немесе кофе машинадан қазір ғана құйып алғандай латте немесе кофе с пенкой жасаймыз. Ол үшін бізге кез келген кофенің 2 шай қасығы және 4 шай қасық қант саламыз. Бұның барлығын мен 2 адамға, яғни 2 порцияға арнап жасап жатырмын. 2 стаканға құятын боламын. Осының барлығын салып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды 2 ас қасықпен құйып аламыз. Менде осындай капучинатор бар. Капучинатормен жақсылап көбіктендіріп езіп аламыз. Бір айта кететін жағдай, жалпақ ыдысқа езілмейді. Осындай кружка немесе ернеуі биік ыдыс болуы қажет. Міне осындай қоюлықта езіп алдым. Енді ыстық қайнап тұрған сүтті ернеуі биік ыдысқа құйып алдым. Сүтті де біраз көбіктендіріп езіп алатын боламын. Міне осындай көбігі пайда болғаннан кейін арнайы стаканды алып, осы стаканға бағана езіп қойған кофемді жартысын құямын. 2 порцияға арнағандықтан 2-ге бөліп жасаймын. Міне құйып алдым жартысын. Енді осыған үстіне қайнап тұрған көбіктендіріп алған сүтімді құямын. Иісі деген керемет, дәмханадағыдан асып түспесе одан кем емес. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Енді осындай жаңа піскен пирогпен ішіп алатын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Ал пирогтың рецепті менің YouTube каналымда бар. Әртүрлі тағамдардың, тәттілердің құпиясыз рецепттарымен бөлісіп отыратын боламын. Менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп алуларыңызды сұраймын.